қалайсыңдар? Біз осы бір видеода біз көп просмотр жинадық. Ол 26.000 просмотр. Мен үшін 26.000 просмотр. Үшеміз түскен 26.400-ден асқан уже 450. Басында біз оны әшін жасағанымыз ғой деп түскенбіз. Сол кезде ол көп просмотр жинайды. Басқа нелерді да жинасақ, ол мыңнан асса енді біреулер 90-70 дегенде қалып кетті да, олардан да 25-ке жете алмай жатқандар да бар біреулерінде. Соларды қолдап кетсеңіздер. Бірақ ол 26.000 деген мен үшін қайда? Осы лепчик сатырады, сары түсте, осындай күшті прям. Бұны мен қолданған жоқпын, сатып алдым, әрі қолданған жоқпын. Бұны мен 550 теңгеге сатып алдым, 600 теңгеге сатып алдым, 550 теңгеге сатамын. Менің 26.000 просмотр жинаған үшін рахмет, өте күшті рахмет. Маған ол үлкен жетістіктің бірі. Мен сол арқылы 22 подписчик жинап алдым. Сендерге де несі барайын десем, тіркелейін десем, сендердің аккаунттарында таба алмай жатырмын. Кесіріңдер. Но мен сендерге қатты күшті рахмет айтам. Осы сендер үшін біз алға роднойлар, біз сендерді қолдаймыз. Сендер де бізді қолдандар. Рахмет, 26.000 просмотр жинап тастағандарын үшін. 26.000 олар бастағандарын өзі жинай алмайшы. Мен сіңірім бар үшеу салған, оның біреуін ғана істеген, бірақ просмотр жинаған, біреуінде ғана. Үшеуінде емес, біреуінде ғана. Рахмет, осы мен қолдап кетсеңіздер. Неге 20-ға жете алмай тұрғандарды 20-ға, 50-ге жете алмай тұрғандарды 50-ден асырып жүрсеңіздер. 91 просмотр бар біреуінде. Соңында бізде 110-ға жеткізіп жүрсеңіздер, пожалуйста. Мен сіздерге қатты риза болатын, пожалуйста, қатты риза болатын. Сол маған тіркелсеңіздер, мен сіздерге ответ қайталамын. Лайк басыңыздаршы, комментарий, лайк басыңыздаршы, пожалуйста. Мен сіздерге онша қатты нәрсе сұрап отқан жоқпын. Просто лайк, комментарий жасаңыздар болды. Мен сіздерге ақша төлей деп отқан жоқпын, ақша істе деп отқан жоқпын. Сол себепті маған үлкен рахмет сендерге. Осы 26.000 просмотрға жеткізгендерің үшін. Сам пока, достар, пока, сендер үшін біз дайынбыз.